Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз қатпарлы қамырдан пісірілген крем қосылған денеш дайындайтын боламыз. Ең әуелі пісірілген кремімізді дайындап аламыз. Бұл үшін бізге 60 грамм қант керек болады, 15 грамм ұн, 15 грамм крахмал және 2 дана жұмыртқаның сарысы қажет болады. Осы қоспаларды араластырып қоямыз. Пісірілген крем үшін бізге және 260 грамм сүт қажет болады. Сүтті өлшеп, газға қатты қыздырып аламыз. Қатты қызған сүтімізді қоспамызға қосып, жақсылап араластырып, оны қайтадан сүттің ыдысына құйып, отқа қойып, қою болғанға дейін үздіксіз араластыра отырып, пісіріп аламыз. Осымен креміміз дайын болды. Енді біз денешті дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге қатпарлы қамыр қажет болады. Қатпарлы қамырды жайып, видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп, қажет формаға салып аламыз. Дайын болған қамырларымыздың үстінен жұмыртқаны жағып, піскен кремімізді үстіне құйып шығып, қызған пеште 160 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. Балға суды араластырып, дайын болған денешіміздің үстінен жағып шығамыз. Енді дастарханға ұсынардың алдында қалаған жемістермен сәндеуге болады. Осымен қатпарлы қамырдан дайындалған денешіміз дайын болды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.